Ал көпшілік көгершін және махаббат телеарнасының көрермендері, құс сүйер қауым, тағы да Леңгірдеміз. Бүгін бір керемет болып тұр. Леңгірді айналшықтап шыға алмай қалдық. Кеше Сәкен ағамыздың құстарын көрдік. YouTube'қа салып жатырмыз, бірақ жай қазір ғаламтор әлсіз болғаннан кейін жай түсіп жатыр, YouTube'қа түседі. Бүгін енді кеше түнде келіп кеткен Адыл ағамыздың үйіне келдік. Бір қызығы, мен енді неше түрлі құстарды көріп жүрмін. Сары қос кекілді, жолты дұқчуғылардың ойынымен, керемет бір сондай ұшуымен көретін сәт туындап тұр. Ол қайталана бермейтін сәт Адыл ағамыздың әлеміндеміз. Бірінші біз бір қызық балықтан бастайын дедік. Өйткені көлде керемет балық бар екен, содан бастаймыз. Амандасып қояйық Адыл аға. Амансыз ба? Ассалаумағалейкум, жігіттер. Бәріңізге рахмет. Бәрі кептар сүйетін қазақстандық, өзбекстандық балдарға бәріге сәлем. Мен атым Адылжан. Осы Шымкент, Леңгір, Сұлтан Рабат деген жерде тұрамыз. Мынау өзімізді Леңгірдегі балдарға, Сәкен, Кенез, бәріне сәлем деп айтамын мен. Ал біз онда бастадық. Балықты көрейік бірінші. Пожалуйста. Ал кеттік енді, балыққа кеттік. Кәні керемет, балықтарды қараңдаршы міне. Адыл ағамыздың әлеміндеміз. Адыл аға, бұл балықты не үшін ұстап отырсыз мынау? Балық хобби ғой, қызығамыз кептар сияқты ғой. Бұл да хобби ма? Қызыққаннан кейін балық қарасы, әзінтай өзімізді бүйтіп пруд істеп қойғанбыз. Енді менің бір риза болғаным, жолты кептер бағады екен, сары, балықта сап-сары екен, алтын түстес, неше түрлісі бар екен мына жерде. Жем шашып еді, үркіп кетті, анан бірең жарым көрінейін деп жатыр. Мына алтын балық. Кешке жұмыстан келіп, осында отырып, деп аламыз. Ой, әдем. Жолты балық бар екен, қараңдар, алтын балық. Қандай керемет. Бөлек. Міне естің алдысындай кішігірім хаус істеп қойсам, мынау Бұқарада ләбі хаус сияқты екен. Бұқарада болғанды көріп, үлкен бассейн, балық жүзіп жүреді. Зенгованың басында да осындай балық жүзіп жүреді. Таразда да бар неше түрлі балық бағатын жерлер. Мына бөлек екен. Бірақ біздің бүгінгі тақырыбымыз Адыл аға, ол жолтыйдық шүбейлер. Отдельно тағы да айтатыным, аты не еді, адасып кеттім, бәле. Ай, шатаспаңыз, қазір есіңізге түсіріп алыңыз, оны да көрсетеміз. Міне, Адыл ағамыздың вольерге қамап қойған әлемі, жеке сарылардың әлемі. Кеше түнде келіп көргенбіз, керемет, ұяда да ойнап тұрғандар бар, тепкілеп қона алмай тұрғандар бар. Адыл аға, неге сары кептер бағып жүрсіз? Мен өзі қызыққанмын, именно Узбекскийден бақам деп. 50 жыл бойы осы сары кептер ма? Басында Шылкарда баққанмын, Соштарда баққанмын, бұл основной қаған осы жолды бады. Это сейчас старопородная птица. Старопородный? Ескі ғана екен көрініп тұр. Мұнаны ұшырайықшы мұнаны. Қызылды ма? Жоқ, мұнаны маған өзі Сулейман дейтін достым бар, мебелшік. Сол берген. Мынау набатты ма? Набатты. Қара дағымен әдем екен. Сол набаттан мынау шықты да мынау. Мына сары ма? Мынау аяқ тепкілеп қона алмайын деп тұр ғой. Міне, міне керемет. Сарыға набатты қоссаң осындайлар шығады екен. Керемет. Мынау бір набат ұстап отырсыз, оны сарыға парлап қойыпсыз. Набат қоспадыңыз ба? Набат қосайын десем, жақатын осындай сияқты набат таппай жатырмын, шынын айтқанда. Набаттың... Қанын берсе, мен түскіндар аламды парымен беріп жіберем. Міне, естідіңіздер ма? Набатқа бір жақсы ұрғаш тауып берсеңіздер, балапандарын алып болғасын жұбымен беріп жіберем дейді. Керемет. Анау набат ерекше екен. Артындағы шашы, желке, анау түп бел желкеден басталады. Керемет, тұмсығы да орында, бабында, аяғы да. Қара дақтары бар, керемет екен. Тараздағы Аңсар ағадан алу керек қой бір жақсы ұрғашыны. Биыл барыңыз, көріңіз. Нақаласа, болады. Аңсар аға көріп тұрған болса, ол кісі де жомартжан ауысады. Ішінде ең бір қымбат бағалысы қайсысы сіз үшін? Енді для меня они все бесценные. Бесценные, да? Бірақ енді сатпайым, бермейім дейтін қайсысы? Вообще сатылмайды дейтін қайсы сөз? Соны жақындат бір көрсетсеңші. Міне әркімнің өзінің бір сүйіктісі болады ғой. Ой,
Bасы да бөлек екен. Түсі жақсы екен, Тұмсық. Бұл стол ойнай ма, не ойнайды? Бұл лётный, готовый бұл. Лётный готовый. Әдемі екен, Неше жылдық құс? Бұл 4 жыл болды. 4 жыл. Ой, әдемі екен. Міне неше түрлі сарылар тұр. Міне сарының әлемін іздеген адамдар міне дайын тұр ғой. Биыл жазға күзге балапанға тапсырыс. Мына әсіресе мына бір Чубатыйдың бояуы бөлек екен. Ана бір Духчубыйдың бояуы бөлек. Желтый болғаны білен. Ана бір Духчубыйдың бояуы бөлек екен. Керемет. Бір стол тартқанда неше рет ойнайды шамамен? Енді көп адам болса біз мақтанбаймыз. Маған бір 6-7-10 рет ойнаса жетеді. Бұлар солай ойнайды ғой? Ойнайды. Тяга тарту неше метрге дейін? Тарту енді бір 10 метрден. Әдемі. Жоспарлы түрде айттыңыз 10 метр деп. Әйтсе 100 метрге дейін кетеді дегендер бар ғой. Анау Чубатыйда бөлек екен. Басы пілдің басы сияқты, қары дағымен әдемі екен. Бұл кімнің қандарынан? Если честно, его отца мне из Сарагача привозили. Бөлек ескі ғана екен, тұмсығы қандай бабында, Чубы да жақсы екен. И масть у него идеальная, можно сказать. Бұның балдары шу ойнап жүр ма? Балдарының осы жерде ленгірде тамырым бар бір. Аха. Содан бердім. Осы сары мен қызылды неге қосады? Екеуінің бояуы бір-біріне түсе ма? Білмеймін, сары мен қызылды қоссаң, наоборот ярче масть выходит. Темный. Темный ма, жақсы. Но не у всех. Не у всех. Но не у всех. Қан түскендер ғана, Прям приятный, идеальный масть береді. Бәсе қызылдарды қосып қойыпсыз. Мына біреуінің түсі бөлек қой, қызылдан да бөлек, мына біреу. Бұл енді игровой, стильный игровой, поэтому у него масть чуть-чуть помаранная. Для него я считаю, что это не брак. Жүк аралас қой дейме, қанында, жүк та бар ғой дейме. Жүк мен амананда бар жүк. Бұнда жүк жоқ. Мына қызылда ма? Мына самбілі жүк араласқан. Ақ тұмсық әдемі екен. Ой, тамаша. Сол самбілі қызы ғой мынау. Мынау ма? Баласы. Мына қызыл ма? Мынау қызыл. Аккуратно әдем беріпті. Аккуратно. Анау самка қасында. Мынау, я? Помазанный это красного самка. Я в этом году по-новому спаровал. Неше сағат ұшады шамамен бұлар ұшырғанда? Сондай қатты ұшатыны бар ма? Қатты ұшатын әз ұшқан 2 сағат бұл. 2 сағат ұша ма? Выставкаға қатысқандары бар ма? Выставка мені қызықпаймын яқа баруға, білмеймін. Алдыңғы балақандар? Өзім барам, бірақ кептер шығармын. Кептер шығармын, өзіңіз барып көресіз. Кешек Шымкентте көрдім ғой, қатыстыңыз, көрдім. Керемет. Ана бірінші орын алған сары кімдікі дедіңіз? Қалмұхан дейтін жігіт, Абай Текесөз аяқта тұрады, сол менден ағам қандарында. Жақсы. Сол бала бірінші орын алды по игровым, именно по желтым. Керемет. Жақсы екен, қона алмай тепкілеп тұр ғой аяқтарын. Шамамен балапандарын биыл сататын болсаңыз, орташа баға қандай? Енді айтпаймын онша деп. Келісеміз ғой. Келісесіз, дұрыс. Әркім өз хабарлассын. Секрет фирмы дегендей ғой. Телефоннан бөлек жағдайда әңгімелесеміз дейді. Дұрыс. Набатқа жақсы бір самка табылсын енді, бұйырсын. Міне, желтый Духчубыйлар, Чубатыйлар, қос кекілділер, желке шаш, керемет сарылар бар екен. Міне, таңғы жемдеу уақыты. Қандай әдемі? Осылай жайылып жүрсе, жайқалып отса алдыңда. Жұмыстан шаршап келгенде шаршағаныңды басатын, сарайыңды ашатын. Көгершіннің астан ләззат дүние болмайды. Біреу жылқы орасына барады, жылқысын көреді, біреу итіне барады, біреу мысығына барады, біреу тоты құстарына барады, біреу қауыстарына барады. Бұл кісілердің әлемі міне осы көгершін. Міне. Мына бір шеткінің ойыны бар ғой дейме, ұяда ойнайды ғой дейме. Түсе алмай отыр міне. Әне, бір көрсетші өнеріңді. Біреу ойнап өтті әне. Әне бір көрсетсей. Тақта, ой, жарықтық, маладес, жарайсың. Ана екеуі түсе алмай отыр әне. Әне, ой, жарықтықтар.
Күтейік енді, сабыр қылайық, күтейік. Бір өнер көрсету керек қой. Мына біреу не істейді екен, көрейік. Кәні. Әрекетің жаса енді, жаса. Ай, жалмай жатыр. Мына бір сары ойнай ма жоқ, тепкілеп пружинова дейді ма, не істейді бұл? Солмай отыр бағанадан бері. Тепкілейді, ойнайды да. Мықтылардың біреуі ғой дей ме? Постоянно далада пристоянада қалып кете берді да бұл. Соған болар. Жоғалып қалмасын деп мен тастап қойдым. Дұрыс. Ұшады, жақсы ұшады, ойында жақсы. Абдылаға ең қымбат сатқан кептеріңіз нешеге саттыңыз? Ой, мен кезінде мен еще 20-25 мың, әрбірін $200 саттым. Қазіргі таңда неше тұрады ең қымбат кептеріңіз? Оны айтамаймын. Айтамайсыз ба? Керемет. Оны қызыққан адам ақшаға қарамайды. Иә, өзі қызығып алады дейсіз ғой. Да, оған газ бояуға паланша деп айтсам, ол сразу ой, қымбат дейді. Өзі түсінбейді кеттердің екенін. Жоқ, мынандай ұшып ойнайтын мынандай сарылар болса, бағасына лайықты ғой. Бұндай кептер мен сирек кездестіріп жүрмін. Осындай жолтый двухчуйларды ұшырып ойнататқан адамдарды сирек бар енді. Сочтар, ақбастар, жұқтар ұшырып жатыр, шалқарлар. Бірақ мына жолтыйлардан сирек кездестіріп жүрмін. Осы түсірілім барысында өз бірінші рет қой деймін мен жолтыйлар түсіріп жатқаным. Осы сізге ғана келді кеше. Сәкен аға айтқасын келіп көрейік. Өткенде Жандос бауырлар келіп кетті. Ананың түскенін көре қойайын десем. Күткенде түспей қалады ғой өстіп. Міне. Мына набатқа келін іздейміз, әйел іздейміз. Жақсы бір құда түсейік. Иә, құда түсейік, құда болайық дейді. Естіген шығарсыздар, балапандарын алғаннан кейін жұбымен беріп жіберейін дейді. Мына керемет екен, набат. Бөлек. Ай, кәні. Ай, жарықтық. Өте алмай тұр анау. Қазір ұшатындарға келдік. Ұшырайық. Қазір саяқ өтіп кетейін. Шығарайық. Міне, құрметті көрермен, ең қызықты сәт. Құсшының, атақты құсшының міне, Адыл ағамыздың ең бір керемет сәті. Қызықтың көкесі сол. Ана антеннаны көрдіңіздер ме қандай? 50 жыл бойы тұр ғой деймін сол өзі. Міне шығып жатыр. Так, мына бассейн. Балықтар жүзіп жүр. Мына ашық жаққа тұрып алайшы. Әне. Ал, бастадық. Ал, жарықтықтар кетті әне. Ал, кетті әне. Ойын басталды. Таяқ жерге тасталды дейді. Ал, міне. Ал, бізде қосылып қояқ кәні шыруға. Ал. Кәні. Ей, міне жарықтықтар. Міне сары дұқшыбиларда осылар ұшады екен. Ойнайды екен. Алды міне көтерілді. Бәрі жұмыртқала жатыр ғой дейме? Міне алды домалап жатыр. Жастар домалауды бастапты. Оппа, бастадан. Міне ойнайтын дұқшыбилар. Ой, мұнда келіп қалып жатыр міне.
Қонбаған анда барып қонады екен. Ана төбеде ойнап жүр. Ал, тарт. Аға, осы кептер бағу барысында ең бір қырғи қуып кетті немесе кетіріп алған бір қымбат кептеріңіз қандай болды? Бір жылында 12 кептарын алып кетті ғой. Қырғи ма? Да, до того я это сам разозлился, взял всех дерги посадил. Но душа не выдержала. Вырвал, начал обратно гонять. Амал жоқ, қайт Бір босаттым жыл дейсің. сондай болған да. Биыл тфай алған жоқ, былтыр алған. Бір қызылды алды, бір жолтыны алып кетті. Бір қызыл, бір жолтыйды ма? Енді ол да тамақ жеу керек қой. Иә, дұрыс, табиғаттың заңдылығы. Да, ол да. Табиғаттың заңдылығы. Анау төбеде қырғи болса, жерде мысық. Мысық қырған кез болды ма? Солардан Қалса қалды дейсіз ғой. Мысық қырған кез болды ма? Үлкен өзіме үлкен үйде, мамашкин үйінде сояқта болған сондай. Бетте тфай нормально пока. Көздің жасын көрсетпей бір сығып алдым дейсіз ғой. Иә, бастан өтті о мысық жеген жағдайлар. Бізде кормиліс жоқ қой дейме, американецтер бақпайсыз, ә? Кормилис болмаса болмайды, кормилистер бар. Саласыз, иә, бәрін? Да, бәрін емес, но кешеге сәкенге бергенде родители өзі бақып шықты. Өздері бақып. Тұмсық ұзын ғой, өздері баға бермей ма дегенім ғой. Раньше при Союзе еще, Союзда да ұстадық, осы жерде де ұстадық қой, енді Қазақстанда егемендік болғаннан кейін ұстадық. Но Союз кезінде бізде Ленгерде шақты болған. Шахтадағы бәрі аккуратный ностар болған. С чубами и летали, и играли, но они своих пескунов сами кормили. Қазір ғой мода болып кетті. Қазір мода болып кетті. Бәрі кормилис бақып жатыр. Енді анау Кормилис болса пескун аламайсың ба? жолтыйларыңыздың тұмсығы сәл ұзындау, иә? Соған бір ана молекулевойды қосып шығару ойыңызда жоқ па? Я пытался так сделать, я игру потерял. Ойын жоғалады, Ойын жоғалады. Вид баяғы қолыңда ұстағанда приятный, но ұшпайды ол кетті. ұшпайды, ойнамайды. Поэтому мен бұларға этот кровь не хочу бить. Мына бір жас кептер ғой дейме, о домалап келатыр, оформление кіріп жүр екен. Енді аунап отыр, бұлар көктемде шыққан молодойлар та. Көктемде Оның шыққан. үлкен там бар, сояққа барып отырады. Сояққа барып отырған жақсы, чем біреуінің крестовинасыға барып отырады. Чужак ұстайсыз ба, бөтен кептер? Чужак мен кесек анақа ұшырып жіберем. Потому что мен ауру алып келеді да ол. Ауыр алып келеді, иә, қиын. Ауру алып келгеннен кейін бір кептар деп полный голубятнидан айырыласың. Огородқа кім қарайды? Огородқа Кенайын қарайды. Жеңгем қарай ма? Сол ғой істеп жатқан бәріне. Сіздің 50 жыл бойы кептер баққаныңызға жеңгем қалай қарайды өзі? Нормально. Ренжи ма? Мен жұмыста болғанда тамақты, суды, дәнді сол береді жұмыста. Сатқан кезде ақшасынан беріп қоясыз ба? Сойындыреміз ғой. Дұрыс. Қуандырамыз ғой. Жеңгеміз риза болса, онда кептер де риза, сіз де риза. Они не против. Балдарды ма? Балам да жақсы қызықады. Ол қазір жұмыста. Дұрыс. Сол бала шаға қызыққан жақсы, жеңгеміздің қызыққан жақсы. Солар риза болса, бүкіл әлем риза деген. Мынау молодой. Көрініп тұр. Жолтыйдық шивылардың әлеміне келіп ұшырып, құмарымыз қанып жатыр. Қандай керемет. Азыр күнде жолтыйны ұшқан, бір 10-15 ұшқан өзі бір түрлі та, бір басқаша. Бөлек. Басқаша әлем. Жолтыйлар қызық қой. Именно жолтый болып жүргенде. Адылаға бір қарап отсам, төбелесетін дәкен бағады екенсіз. Оны братишкам бақады, братишкамның тауықтары ғой, Мақсат дейтін братишкам бар. Мақсат дегеніңіз бар ма? Сұлтанкы бар екен. Степа десе Степа дейді, әмі станайды Степа. Мұна қораз неше жасар? Бұл молодой, ең күзде шыққан, жас бұл. Бұны не үшін бағып отырсыз? Несіне қызығасыз бұның? Қызыққанда бағана хобби ғой. Үйде бір пәрештелердің қуатын қораз ғой азанда қайқырып. Үйдегілердің намазға ұятатын да қораз азанда ерте тұрып. Төбелеске қойған жоқсыз әлі? Жоқ, оны әлі молодой, оны жас қояды. Оны дайындау керек дейді ғой. Дайындау керек. Ол адамы бар, өзі дайындайды. Болды тамаша. Енді қораз бөлек, біз кептерге келгенбіз. Кептердің әлемі бөлек енді.
Аппа міне бір. Ой, жар, ойна. Міне желтый чубатый ойнап жатыр. Доқшыбилер береді ғой дейме? Қонуға келіп жатыр міне. Әне бастап жатыр. Қазір осы ойнап жүргендер жақыннан көрсетеміз, бәрі түссін ұяға. Сосын көрсетеміз. Ойындары жақсы екен бірақ. Мына екі кешмештер бар ғой. Олар кешмештер қанында желтый бар да. Поэтому это самое. Они именно на лед, на игру. Қан араластырып отырмын дейсіз ғой. Да. Көршілердің амандығын біліп келді ғой дейм ана сары. Міне келді кешмеш. Ой, әне. Ал кетіп жатыр, тияға тартып. Әдемі. Ой, міне. Мына великан ғой дейме? Великан да бар екен міне. Ой, көжектер шығып жатыр. Көжектер шығып жатыр. Тфай. Великан дейді. Балық та көрінеді қазір. Қызық екен міне. Я, осылай ғой, көгершін баққан адам балықты да бағады, кептерді де бағады, итті де бағады, дәкенді де бағады, қоянды да бағады. Біреу келді, мынау үйде зоопарк дейді. Мыналар енді күн бұлттанып тұрғасын еқіп тұр ғой деймін. Міне түсіп жатыр. Міне жаздың күні отырасың осылай қарап. Астыңда балық, үстіңде кептер, жаныңда қоян, сол жағыңда дәкен қораз тауығымен. Ал міне кем шашайын деп жатыр. Бағана сепкен жеп қойыпты же? Қазір көрейін, күтейік. Енді күтейік. Спокойно, тұрсаң шығарттан, шошиды. Әне жақындап жатыр. Әне келді. Әне көтеріліп жатыр. Ой, міне. Мені көрдің бе дегендей. Әне жолтыйлар жүр. Нешедір. Суда да жолтый, төбеде де жолтый. Адыл ағамыздың өмірінің бәрі жолтый екен. Бүгінгі таң керемет басталды. Адыл ағамыздың сарыларының әлемін түсірдік. Желтый духчевый игровойлардың әлемін түсірдік. Аздаған ақпарат беруге тырыстық. Керемет. Кез келген мемлекеттен, елден келіп көрсін, сатып алсын, бағаласын. Тамаша. Мына Адыл ағамыздың өзі тұр. Қандай? Өмірінің 50 жылдан астам уақытын көгершінге арнаған. Міне, төмен қарасаңда сары желтый балықтар жүр. Көкке қарасаңда желтыйлар ұшып жүр. Өмірінің өзі желтый духчевый. Бізбен бірге болыңыздар. Көгершін және махаббат YouTube арнасы қосулы болсын. Сіздерге де барамыз.